Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мінекей Жанболат Мамайды қолдап сотқа келген қолдаушы ағайындар. Жанболаттың сотын белгісіз себептен 24-не жылжытты. Я оның биліктің не ойлаған түсінікті, өйткені сайлауға дейін Жанболат Мамай үйінде ұйғамақта отырсын, алаңға шықпасын, сайлауға наразылық білдірмесін деген құйтырқы әрекеттермен осылай сайлаудан кейін сот отырысын қалдырып отыр. Қазір Жанболат Мамай және қорғаушылары осы науайсын мына есіктен шығатын болады. Барша жақын партия жақтастары және тәуелсіз журналистер Жанболат Мамайды қолдауға келіп отыр. Жанболат Мамайдың үйқамаққа шыққанына бір айға жуық уақыт болды. Міне сот отырысы сұйық тымшақтанып, әлі күнге дейін созып келе жатыр. Осы уақытқа дейін әлі Жанболат Мамайдың кінәсіздігін дәлелдейтін қасында жүрген жақтастарынан ешқандай сұрақ жауап алған жоқ, куәгерлікке шақырған жоқ. Бірақ есесіне Жанболатты кінәлайтын, жала жабатын жалақорларға және полиция қызметкерлерін әлі осы уақытқа дейін куәгерлікке тартып жатыр. Үйді бұрма? Тұрсынбайға берсең Абзал өзім кел. Жүр Абзал, Өз беттен жоқ қосыныр ма? Етіміз жауылса жауыла берсін. Қимылдамаңдар, беттеріңіз осып көтер. Жоға тұрбасың. Жоқ, панораманы ғой. Норма, та. Қимылдамаңдар, осып көтер. Судан таяқ. Та, отыр. Тұр еді. Кел. Аржан кел. Асылдандар күнде көтер. Сәкенге көрлік. О, ешіткен. Дұрыс болды. Күлік айы. Біткен сол. Бұдан әрі. Қазір Жанболаттың өзі шыққаннан кейін толыққанда сіздерге соттың қалай отырыс болғанын баяндап береді. Назарбаевтар отырмасы бүкіл семьясымен ұры қараларды. Жанболат Мамай. Janbolat!
Рахмет сіздерге. Допросили свидетелей? Да. В принципе, они даже не утверждают, что я распространял фейки. Да, на казахском языке. Да. Ну да. Спасибо вам. Конечно, там было разъяснение. Терентьева 3 раза встречался. Осында тұра берейін. арғай жүрсек. мына бері қарап. Жамбулат, мына жер плакат. Біз көтерейік жоғары. Бұлар мына бетте тұрсын. Енді жаңа ғана сот процесі аяқталды. Енді өздеріңіз естідіңіздер. Жаңа мынау Алатау ауданының прокуроры келіп сөйледі, Масақбаев. Ол да ашық айтып отыр. 4 қаңтар күні біз митингте болған кезде, тікелей мен сол митингте болған кезде, және митингті жүргізген кезде алғашқы ешқандай заң бұзушылық болған жоқ деп отыр. Ешқандай жолда жабылған жоқ. Қоғамдық тәртіпті бұзбаңдар дегенді айтты деді. Яғни прокуратураның өзі біздің ешқандай айыбымыз жоқ екенін өздері сөздерімен дәлелдеп отыр, көрсетіп отыр. Екінші енді ең ауыр айып ол мына қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінен ғой. Терентьев департаменттің директоры Терентьев сөйледі жаңа. Енді ол да ашық айтып отыр. Мен тікелей Жанболат Мамайдың фейк ақпарат таратқанын естіген жоқпын. Мен тікелей осы Мамай өтірік ақпарат таратты, өтірік ақпаратты айтты дегенді естіген жоқпын, ондай болған жоқ деп отыр. Яғни енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, ешқандай қылмыстық іс жоқ. Қылмыстық істің құрамы жоқ. Бұл таза саяси себептермен қозғалып отырған іс. Мен мысалға сол желтоқсан айында, былтыр желтоқсан айында қозғалған болатын осы қылмыстық іс. Сол желтоқсан айында тергеушіге барған кезде куәгер ретінде мен бүкіл құжаттарымды көрсеттім. Менің бүкіл видеоларым интернетте бар. Кез келген адам оны ашып, оны жаңа прокуратура, полиция емес, кез келген адам ашып, теріп YouTube-тан, не болмаса Facebook-та менің не айтқанымды, қандай мәселе қозғағанымды, қалай айтқанымды тыңдаса болады. Сол жерде фейк ақпарат бар ма, жоқ па, содан ақ түсінуге болады. Сондықтан енді бастан аяқ бұл осы саяси тапсырыспен қозғалып отырған іс екені сөзсіз. Енді көріп отырсыздар, мына сот процестерінде сағызша созып отыр. Бізде мына осы Қазақстанда таяқ тастасаң прокурорға келіп тиеді. Қазақстанда прокурордан көп нәрсе жоқ. Бірақ ана прокурордың қолы бос емес екен, ол прокурор бір кездесуге барады екен, ол прокурор басқа бір сотқа барады екен деп, әбден созып бітті мына сотты. Мен айтып отырмын, бұл прокурордың қолы тимесе басқа прокурор шақырайық. Басқа прокурормен мына сот процесін өткізейік. Біз дайынбыз, біз ешқандай сот созуға құлықты болып отырған жоқпыз. Мен мысалға қазір үй қамақта отырмын. Тезірек осы не бір жаққа шығарсын, не бір соттың үкімін шығарып босатсын, не соттың үкімін шығарып қамасын. Бірақ тездетіп бір жағына шайық деп, біз мына сот процесін созбай, тезірек жүргізіп оны ешқандай күлбелтелеге салмай, сиыр құйып шақтандырмай, нақты тез-тез жүргізіп, ақ қарасын ажыратып алғымыз келіп отыр. Бірақ енді өздеріңіз көріп отырсыздар, прокурор әбден созбақтап отыр. Енді осы жерде жеке бір сұрақ, осынша созылуы 20 күн 2 күн қалды сайлау. Сайлауға байланысты емес па? Енді тікелей сайлауға байланысты. Тікелей 100% осы алда келе жатқан президент сайлауына байланысты. Олар үрейленіп отыр. Бұл қазір Мамайды босатып жіберсек, ертең сол тағы да митингке барады, тағы да өзінің ойын айтады, тағы да халықтың ортасында болады деп, соған байланысты жасап отырған нәрсе деп ойлаймын. Өйткені үй қамақта ұстау керек, үй қамақта отыру керек, полицияның күзетінде болу керек, полиция тексеріп отыру керек деген сияқты. Бұл енді жалпы бұл сот процесі, мына қазір болып жатқан қылмыстық істер, сот процесі бұл енді таза саяси себеппен жасалып отырған нәрсе ғой. Тап-таза саясаттан басқа бірде-бір грамм бұл жерде қылмыстық құрам да жоқ, қылмыстық іс те жоқ. Мысалы бір қазір әділетті ашық сот процесі болса, ашық сот Қазақстанда ғайыптан тайып бір соттардың бәрі әділетті болып кетті, бәрі шіріп жатсын бүкіл жүйе, бірақ соттардың бәрі әділетті болып кетсе, мысалы ғайыптан тайып, мына сот мені бірінші күні босатып жіберетін еді. Мынаның ешқандай қылмыстық құрамы жоқ қой. Мына неге 8,5 ай түрмеде отырды? Бұған жаңағы мемлекеттің тарапынан кешірім сұралу керек. Оған жаңағы түрмеде отырған әрбір күн үшін өтемақысын төлеу керек. Оның ана жалдап жатқан заңгерлер үшін ақшасын төлеу керек.
оған мына жақтастардың апарған ас суының ақшасын төлеу керек деп бірінші күні сондай шешім шығаратын еді. Бірақ енді бізде ондай сот жоқ қой Қазақстанда. Соттың бәрі бізде мына биліктің үш тармағы бар дейді. Биліктің ешқандай үш тармағы жоқ. Биліктің бір-ақ тармағы бар. Және ол бір адамның қолында, сол Ақорданың қолында, сол билік қалай айтады, Ақорда қалай айтады, тура сондай шешім шығарады. Бұлар мысалға қазір мені аны бүкіл қаңтар оқиғасын ұйымдастырған осы Мамай барлығына кінәлі десе, сондай шешім шығарады. Егер билік сондай айтса, жоқ, ол ешқандай жаңағы қылмысқа қатысы жоқ, ол әппақ екен, осы адал періште екен десе, сол періште қылып шешім шығарады. Қалай айтады, тура соны жасайды. Бұл соттардың барлығы Қазақстан, мен мына нақты өзім сотыма болып жатқан сотқа қатысты айтып отқан жоқпын. Бірақ жалпы Қазақстанда сот деген ол жай нотариус. Мына денелеріне мантия киіп алған, жаңағы әдемі Қазақстанның гербі бар деген сияқты мемлекеттік рәміздері бар, қолдарында мөрлері бар. Бірақ сол нотариус сияқты олар. Жоғарыдан қандай шешім шығады, соны бекітіп, соған мөрлерін басып, шешім шығарып береді. Болды, басқа ештеңе емес. Мен ойлаймын, егер мысалға мына халықаралық қауымдастықтың тарапынан, өздеріңіздің тарапынан қолдау болмаса, мен әлі түрмеде отыратын едім. Кеше мысалға Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік ісі бойынша жоғары өкілі Боррелл да мәселені қозғаған екен. Мына қоғамдық қайраткерлермен кездескен кезде басқа да шетелдік ұйымдар, халықаралық ұйымдар мәселелерін қозғап жатыр. Тек қана соның арқасында жартылай бостандыққа шығарып отыр. Енді мен ойлаймын, министрлердің өздері білмей отқан сияқты. Не соттағысы келеді бір жағынан, соттайын десе мына халықаралық ұйымдар қысып жатыр, шетелдік ұйымдар қысып жатыр. Ана Британияның парламентінде отырыс болады, тыңдау болады деп жатыр. Олар осы Қазақстанға келуі мүмкін деген мәселе қозғалып жатыр. Соттамайын десе жаңағы тағы босата салғысы келмейді. Сонымен жаңағы өздері әрі-сәрі қандай шешім шығарарын білмей осылай сиыр құйымшақтандырып созып отырғанға маған солай көрінеді. Енді осы бір сұрақ, біз естіп қалдық, шетелдік сарапшылар ма, саясаткерлер ма, солар келіп жатыр дейді. Сізбен жоқ па? Жоқ. Сотқа келіп қатысып жүргенін көріп жүрміз. Алдыда солардың бір кездесулері болады дейді. Сол туралы айтып беріңіз. Нақты кімді айтасыз? Британиялық британиялық парламенттің депутаттары осы менің ісімнің негізінде үлкен комиссия құрды. Яғни қаңтар мәселесін зерттеу үшін осы Жанболат Мамайдың ісінде біз комиссия құрамыз деп арнайы сайттары бар. inquirycommission.com деген сайт. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, мына белгілі Ұлыбританияда бас прокурор болған, қазір мына Лордтар палатасының депутаты Лорд Кеннет Макдональд соны басқарып отыр. Одан бөлек тағы да бірнеше депутаттар қосылған екен осы комиссияның құрамына. Олардың барлығы осы комиссия құрып, мына мені қылмыстық қудалау қаншалықты заңды заңсыз соны зерттегісі келіп отыр. Және сол істің негізінде осы қаңтар оқиғасына бір халықаралық деңгейде баға бергісі келіп отыр. Яғни олар менің естуімше олар Қазақстанға келгісі келіп отыр. Қазақстанда осы мына қаңтар оқиғасына қатысы бар азаматтармен, журналистермен, қудалау көрген азаматтармен кездесуі мүмкін. Олар кездесуі мүмкін. Міне осындай жаңа хабар қазір келіп жатыр. Егер Қазақстанға олар келетін болса, біз әрине шындықтың бәрін айтуға дайынбыз, көрген білгенімізді айтуға дайынбыз. Қазақстанда мына қаңтар оқиғасын тергеу үшін осындай халықаралық комиссия құрғысы келіп отыр деген мәселе ол ақш-тың сенатында да көтерілді, Британияның парламентінде де көтерілді, халықаралық ұйымдар да көтеріп жатыр. Сондықтан осындай әңгімелер бары рас. Енді оған дейін сот процестері аяқталмаса, мен ойлаймын, сот процесіне де келеді ертең олар, сот процестеріне де қатысады. Сондықтан енді біз бәріне ашықпыз, бәрін айтуға дайынбыз. Осындай халықаралық қысымның, халықаралық ұйымдардың көмегінің, қоғамның қолдауының арқасында ғана осындай жартылай бостандыққа шығарып отыр деп ойлаймын. Бірақ енді қазір мына болып жатқан жағдайларға, елдегі болып жатқан оқиғаларға маған шығып, эфирге шығып өз ойымды айтуға, пікірімді білдіруге қазірше мүмкіндік жоқ. Өйткені үй қамақта отырмын. Ол үй қамақ деген ол бір аяғың үйде, бір аяғың түрмеде деген сөз ғой. Жаңа қазір керек болса, қазір бір қағазда келеді де қайтадан түрмеге қамай салады. Қазір шығара салады. Сондықтан ол жаңағы әлі бір нақты шешім жоқ. Сондықтан енді біз мына алдағы сот процестеріне дайынбыз. 24 күн сот процесі болады дейді. 24 күн сот процесіне келеміз. Енді бүкіл куәгерлердің бәрін біз қазір сұрақ қойып тергеп шықтық. Ешкім жоқ енді жауап беретін. Қазір қалған тек қана бір куәгер қалып отыр.
сосын біздің тарапымыздан шақырылатын куәгерлер, одан кейін мен жауап беруге дайынмын, мен қазір шығып жауап беруге дайынмын. Осы 3 бап бойынша қазір өзімнің жауабымды беруге дайынмын. Одан кейін жаңағы бітті ары қарай, сот процесі былай созбаса, ол мен ойлайтын едім, егер осы дүйсенбіден бастап бүгінгі күнге дейін сот процесін өткізгенде бүгін аяқтап тастауға болатын процесс. Бірақ енді созып жатыр енді. Жәке, тағы бір сұрақ, енді 8,5 ай бойы қамауда жаттың. Біздің көрермендер үшін айта кетсеңіз, 8,5 ай бойы тергеу істер болды ма? Не істеді? Бірде-бір тергеуге шыққан жоқпын. Мен мына 14 наурыз күні мені мына Алматы қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау абақтысынан Си-18 мекемесіне алып келді. Қазір 72-ші мекеме деп аталады. Сол кіргеннен бастап 14 күні кешкі сағат 6-7-де мен сол түрмеге кірген шығармын. Сол 14 наурыздан бастап мен 2 қарашаға дейін түрменің сыртына шығып көрген жоқ. Бірде-бір тергеу болған жоқ. Енді бір тергеуші бір рет келді. Осы қылмыстық іс бойынша бір рет тергеуші келді. Ол келген себебі біз мына амнистияға қарсысыз ба, қарсы емессіз ба деген сияқты. Өйткені мына қазіргі қылмыстық баптар амнистияға жататын баптар. Бұны сотқа жеткізбей-ақ жауап тастауға болатын баптар екен. Қазақстанның 30 жылдығына арналған арнайы амнистия болды. Қазақстанның 30 жылдығы тәуелсіздігіне арналған. Соған байланысты бұл баптардың барлығы, орташа санаттағы қылмыстық істердің барлығы амнистияға жатады екен. Міне сол амнистияға жазсаңыз, біз сізді босатуға дайынбыз деп келді. Бір рет келді маған, ана Литвиненко деген тергеуші. Мен айттым, әрине, егер жаңа қылмыстық істерін жауап тастаймын деп отырса, әрине жабыңдар. Мен қол қойып беремін, жабыңдар деп, жаңағы амнистияға қарсы емеспін деп қол қойып бердім. Оны алып кетті де айтты, бітті, сіздің қылмыстық істеріңіз барлығы амнистияға жатады, сізді жаңағы босатамыз, ешқандай проблема жоқ. Бұл орташа санаттағы ауыр қылмыс емес қой, бұл түкпелмейтін жаңағы баптар. Сонымен амнистия қабылданатын болды да, келесі күні жетіп келді. Қолдарында осындай видеокамерасы бар. Сіз дейді, қылмысыңызды мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба дейді. Мен айтам, қандай қылмыс? Мен қылмысым жоқ па, мен мойындайтын. Мойындамайын дедім. Жоқ, сіз жаңағы мойындамасаңыз, онда мойындамайын деп жазып беріңіз деді. Жақсы, мойындамайын деп жазып берді. Одан кейін тағы бір үлкендеу шеніндегі біреуі келді, жаңағы Литвиненко ма біреуі келіп, жаңағы маған айтады, сіз бір ауыз қылмысымды мойындаймын, өкінемін, ойбай мен қылмыс жасап қойыппын, кешіріңдер мен деп айтсаңыздар, біз сізді қазір кешке босатамыз. Мен айтам, мен осымен 3-ші рет қылмыстық жауапкершілікке тартылып тұрмын екен. 2012-де бір қылмыстық жауапкершілікке тартылдым, 17-де тартылдым, 22-де тартылдым. Сонда сіздердің іліп жатқан бүкіл қылмыстарыңызды мен шетіне мойындай берсем, менен артық қылмыскер болмай шығады Қазақстанда. Бүкіл қылмыстық кодексті іліп шықтыңыздар мойныма. Сондықтан мен ешқандай қылмысымды мойындамайын дедім. Мойындай алмаймын, қылмыс жасамасам мойындамаймын дедім. Егер мен біреуді ұрып соғып, мысалы, кеше қаңтарда болсын, не болмаса анау несиелік амнистия бойынша болсын, біреуге бір сәл зияным тисе, мен айтар едім, кешіріңдер, мен мойындаймын, қателік жасадым дер едім. Бірақ енді мен ондай жасамасам, ешқандай қылмыс жасамасам, мен не үшін мойындауым керек қылмысымды? Онда біз сізді босатпаймыз деген, босатпасаңдар, онда жата берем осында деген, басқа не істеймін. Сонымен жаңағы ол кетті, одан кейін қорғаушыма звондапты, дүйсенбі күні шешім шығаратын күні. Қорғаушыма звондап, жаңағы Жанар Балғабаеваға звондап айтыпты. Ана мамай бір тілім қағазға, біз видеоға түсірмей қойып, бірақ бір тілім қағазға мойындаймын деп жазып қол қойып берсін, біз бүгін босатамыз деп айтады. Мен айттым, мен ешқандай қағазға қол қоймаймын, ештеңе жазбаймын, отырам дедім осында. Мына сотқа жетейік, сотта мен дәлелдеймін, ашық айтам барлығын, ешқандай қылмысын мойындамайын дедім. Сонымен жаңағы сол кеткеннен мол кетті, ешқандай тергеу амалдар болған жоқ. Тек қаңтар оқиғасы бойынша жаңағы бір сұрақ жауап алды, оған мен жауап бердім, сол түрменің ішінде. Солмен тергеушінің бет жүзін көрген жоқпын. Енді бір анау экспертиза деп бір келеді, ол маған қатысы жоқ экспертизалармен таныстырып кетті бір жазда келіп. Ол экспертиза анау жаңағы ана дүкенді тонап кетіпті, қиратып кетіпті, мына ғимаратты өртеп кетіпті, мына машиненің құны осынша тұрады екен, ол менің не қатысы бар маған? Әйтеуір сонымен таныстырып қол қойдырып кетті, бітті. Содан кейін бір тергеу алған жоқ, бір жауап алған жоқ. Бір анау Оразбеков деген тергеуші болды, прокуратураның тергеушісі. Мен мына жалпы тергеушілердің де кейбіреуінің мына кәсіби деңгейіне таңғалам. Маған келіп айтады, мен сізден тергеу жауап алам дейді. Жақсы алыңыз десем айтады, сіз қылмысыңызды мойындайсыз ба дейді. Мен айтам, мойындамаймын деймін. Ол айтады, неге мойындамайсыз дейді. Мен айтам, сондай сұрақ бола ма? Неге мойындайсың? Қазақстанда қылмыстық процессуалдық кодекс бар. Қылмыстық процессуалдық кодекске байланысты әрбір азамат өзінің кінәсін, өзінің қылмысын мойындауға міндетті емес. Оны мойындатуға, не болмаса оны дәлелдеуге тек қана құзырлы органдар ғана міндетті.
сондай жаңағы мәселелер бар. Енді бітті, содан бері шыққан жоқ мен. Содан бері ешқандай тергеу де болған жоқ, сұрақ жауап алу да болған жоқ. Сол бір камерада отырдым, 101-ші камерада, сол камерадан шықтым, бітті. Мынау неде сіз айтасыз Си-18-де отырдыңыз, ол жерде қазір 200-ден астам қаңтарда қатысқан балалар отыр дейді. Олармен сұхбаттасуға, сөйлесуге мүмкіндік болды ма және жағдайлар қалай? Иә, түрмеде маған былай жасады. Арнайы енді қаңтаршылар жатыр ғой сол жерде. Мен Қосайды көріп тұрдым. Иә. Қосай Мақанбаев сәлем айтып жатыр сізге. Кеше анасын жерлеп қайттық, сізге сәлем айтып жатыр. Иманды болсын, өзіне көрсемді айтатын ем. Енді ол да үйғамақта ғой. Одан кейін Дархан Валиевті көріп тұрдым. Дархан Валиев маған көрші отырды 109-ші камерада. Одан бөлек мына Тимур Құлыбаевтың машинесін айдап кеткен бір жігітті көрдім, сол түрменің ішінде. Енді қаңтар оқиғасы бойынша жүрген біраз азаматтарды мен көрдім. Бірақ енді мына түрменің әкімшілігі және билік қой енді бір қулық жасады. Олар мына оны қай жерде көресіз? Мына Си-18-де ол камерный система дейді. Камерада жатасыз, бітті. Сіздің 15 шаршы метріңіз бар. Сол 15 шаршы метрдің ішінде камерада отырасыз. Сыртқа шығу ол тек қана полиция шығарса бір шаруалармен шығасыз, шықпаса шықпайсыз, күні бойы жата бересіз. Бұның өзі азаптауға жатады ғой негізі. Азаптау ғой, енді оңай емес ол. Одан кейін енді оны көретін жеріңіз тек қана мына қорғаушыларыңыз келген кезде, не болмаса туысқаныңыз келген кезде, ана 5 минутка деген болады. 5 минуткаға апарады, сол жерде ғана көріп қалуға мүмкіндігіңіз болады. Бірақ ана түрменің әкімшілігі бір қулық жасады. Олар жаңағы маған айтады, сіз анау қаңтаршыларды көрсеңіз, не болмаса басқа да осы сотталып жатқан азаматтарды көрсеңіз, ертең олардың құқықтарын түсіндіре бастайсыз, арыз жаздыра бастайсыз, одан кейін жаңағы журналистерді шақыра бастайсыз. Сондықтан дейді, біз сізді жеке барып алып келеміз, жаңағы тез алып барамыз, тез алып кетеміз. Кездесесіз, қайттан кіргіземіз. Мен осылай ғана ешкіммен сөйлестірмей, мені көбінесе солай істеді. Біз қорлап жатқан адамдардың құқығын қорғамаңыз деп отыр ғой. Иә, көрген адамым сол тек қана өзі камерада отырған 3 адамды көрем, жиі. Сосын жаңағы Дарханды көрем, мен бір мына коридорда отырдық. Қосайды арасында көрдік. Отдельно шығарады. Мына көрді ғой. Одан ана кімді Қосайды да бір 2-3 минут сөйлесеміз, одан кейін оны алып кетеді, я мені алып кетеді, сөйлестірмейді, жуықтатып тұрмайды ешкімге. Сондықтан енді бірақ енді мүмкіндігінше сол сөйлесіп жүрдік, көріп жүрдік азаматтарды. Барлығы енді қаңтар бойынша отырғандардың барлығына мен бостандық тілеймін. Оларды барлығын бостандыққа біз шығаруымыз керек. Көп азаматтар ешқандай жазықсыз, таза саяси себептермен, қудалаумен, жала жабумен отыр сол жерде. Жап-жас өрімдей қазақтың жігіттері, олардың барлығы бостандыққа шығу керек деп ойлаймын. Нағыз қаңтарды ұйымдастырғандар, ол мына Назарбаевтың айналасындағы бандалар, солардың топтары. Мына мен ойлаймын, мародер дейді, мысалға мен көрдім кейбіреулер 30 самса ұрлап кеткен адамды түрмеге отырғызып қойған, 30 самса ұрлап кеткен. Сондайды естідім мен. 30 самса ұрлаған үшін жаңа түрмеде отыр екен да сол жерде. Не болмаса бір болмашы бір ұсақ түйек бір нан ұрлаған, тамақ ұрлағандарды апарып түрмеге қамап тастаған да кезінде, басында, бастапқы кезде. Ондайларды түрмеге отырғызады да, Қазақстанды 30 жыл тонаған Назарбаевтардың бәрі шалқып өмір сүріп жатыр. Сайраңдап жүр олар. Анау сатып алдырған 6 жыл түрмеде берген. Миллиардтаған доллар ұрлаған. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұның барлығы күлкілі нәрсе. Қаңтарда жапа шеккен азаматтардың барлығы үшін мен өзімді бостандыққа шығып жатсам, мына сот процесі шешіліп жатса, міндетті түрде мен сол үшін күресемін. Ертең біздің бүкіл мүмкіндіктеріміз бар. Анау халықаралық ұйымдардың бәріне шығамыз. Human Rights Watch ертең Британияның депутаттары осы Қазақстанға келсе, солардың туысқандарымен кездестіреміз, солардың барлығын мәселесін көтереміз. Қолымыздан не келеді, соның бәрін жасаймыз. Енді қаңтар бойынша кімнің қолынан қандай көмек келді, мен барлығын жасап отырдым. Рахмет. Сізбен бірге. Қаласты көріп тұрдым, Қалас Нұрпейісовті. Енді мен Қаласты жақсы танымаймын, өзім жеке бір керемет танымаймын. Бірақ Қаласты террорист дегенге мен өз басым сенбеймін. Ол террористке үш-қайнас сорпасы. Тарих мұғалімі. Тарихтың мұғалімі. Ол енді Қазақстан террорист деген жоқ қой, террорист жасап, не болмаса бір қылмыс жасап дегенге сенбеймін. Сондықтан енді 20 мың террорист деді, сол 20 мың террористің тым құрғанда бір екеуін көрсетсінші, екеуін шығарып, міне осы террорист, міне осы террористік әрекет жасады деп. Ондайдың бірін мен көріп отқан жоқпын. Сондықтан осы қаңтарда жапа шеккен әрбір азаматтың бостандығы үшін біз күресуіміз керек. Барлығымыз қолдан келгенше әрекет жасауымыз керек. Анау қазақтың жігіттері сотталып кетпеу керек. Міне осы бұл біздің мойнымыздағы, қоғамның мойнындағы парыз деп ойлаймын. Өте дұрыс. Қоғамның мойнындағы парыз. Ол қаңтарда кеше митингке шыққан азаматтардың барлығы осы елімде өзгеріс болса екен, әділдік болса екен,
Қазақстанда бір дұрыс өмір болса екен деп шыққан адамдар. Ал ана жаңағы арандатушылық жасағандар осы биліктің адамдары олар. Бәрі биліктің адамдары. Төрті күні мысалы қирататын болса қиратпай ма? Төрті күні шықтық қой бәріміз мысалы. Алаңда тұрдық. Қайда милиция? Барлығы айттық, ешқандай тіпті темекінің тұқылын тастамаңдар, ештеңені қиратпаңдар, ешкіммен төбелеспеңдер деп бәрін ашық айттық. Мысалы, ешкім ерсі әрекеттерге барған жоқ. Прокурордың өзі айтып отыр жаңа. Ешқандай ерсі әрекет болған жоқ дейді төрті күні. Тіпті анау Панамада отырып менің өзім де көріп отырмын. Оның барлығы жабылған жала деп ойлаймын. Дұрыс. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Ал ардақты ағайын, алдағы апта дүйсенбі күні, яғни 24 қараша күні сот отырысына сіздермен тағы да кездесетін боламыз. Жанболат Мамайдың толық ақталып шыққанша күресеміз. Және сондай-ақ қаңтар қырғында жазықсыз жала жабылған бауырларымызды ақтап алу үшін барынша барымыз саламыз, күресеміз, ақтап алуға тырысамыз.